Сәлеметсіздер ме, құрметті менің каналымның оқырмандары. Сіздермен бүгін біз өте дәмді қып-қызыл балық жарып етеміз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа қажет болады және оның үстіне тұз, сосын кейін кішкене су құйып аламыз. Себебі ол кішкене сұйықтау болу керек. Содан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды аз-аздан бөліп салуымыз керек. Ол өте қою және өте сұйық болмау қажет. Сол себепті ұнымызды аз-аздан салып, осылай араластырып аламыз. Осылай міне өте қою емес, өте сұйық емес, орташада болу керек. Және де бізге табамызға майымызды құйып, орта температурада ысытамыз. Содан кейін балығымызды жәнегі начинкамызға салып қуыратын боламыз. Осылай салып 5-10 минут қалдырамыз да табамызға салып жарып етеміз. Осылай жарып етіліп жатыр. Міне осылай қып-қызыл, кітірлеп, тамаша балығымыз дайын болды.